Егер мен мұны білгенімде, зейнетке шыққанда ғой, қызметке жаңа кіргенде емес. Осы шындықпен бүгінде мыңдаған қазақстандық күштік құрылымдардың зейнеткерлері бетпе-бет келіп отыр. 2016 жылдың 1 қаңтарынан кейін олар әлеуметтік кодекстің 205 бабына байланысты базалық зейнетақы төлемдерінен айырылды. Мәселе тек ақшада емес. Бұл әділдік пен адам қадір қасиетінің мәселесі. Өйткені, осы күнге дейін зейнетке шыққан әріптестері зейнетақыларын алуды жалғастырып жатыр. Мұндай теңсіздік Қазақстан Конституциясының 14 бабын тікелей бұзады. Ол заң алдындағы барлығының теңдігіне кепілдік береді. 2 жылдан астам уақыт бойы осы зейнеткерлер, еліне адал қызмет еткендер, әділдікті күтуде. Ведомство аралық жұмыс тобы құрылды, бірақ ешқандай ілгерілеу жоқ. Осы еңбегі сіңген адамдар арасындағы шиеленіс, бұрынғы әскери қызметшілер мен қызметкерлердің арасындағы шиеленіс өсуде. Олар осы кемсітушілік норманы жоюды, заңды зейнетақыларын және олардың әділ жыл сайынғы индексациясын қалпына келтіруді талап етеді. Оларға тиесілісін қайтару уақыты келді. Өтінішке қол қойыңыз. Әділдікке бірге жетейік.